Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде жаратылыстану ұйымдастырған оқу қызметі. Ұйымдастырған оқу қызметіміздің тақырыбы табиғат құбылыстарын қалай бақылауға болады. Балалар, мен сендерді виртуалды табиғат аясына шақырамын. Ол үшін, кәне, бәріміз көзімізді жұмамыз. 1, 2, 3 деп санаймын, 3 дегенде көзімізді ашамыз. Кәне, бәріміз көзімізді жұмайықшы. 1, 2, 3. Көзімізді ашайық. Айналамызға қарайықшы. Айнала қандай тамаша, өте керемет. Неге жапырақтар жерге түсіп жатыр деп ойлайсыңдар? Олардың түсі қандай? Осы құбылыстарға қарап, қай мезгіл екенін қалай білуге болады? Қай мезгіл деп ойлайсыңдар? Әрине, күз мезгілі екен. Күз мезгілінде қандай құбылыстар болады? Табиғат құбылыстары дегенді қалай түсінесіңдер? Қандай құбылыстарды білесіңдер? Жылдың қай мезгілінде жаңбыр жауады? Ал қар қай мезгілде жауады, ойланып көрейікші. Балалар, қар, жаңбыр, бұршақ табиғат құбылыстарына жатады. Табиғат құбылыстары жылдың белгілі бір уақытында болып тұрады. Жыл мезгіліне қарай табиғат өзгеріп отырады. Олар жел, боран, жаңбыр, бұршақ, қар, мұз секілді. Енді мен сендерге дидактикалық ойын ұсынамын. Ойынның аты даусынан таны. Сендер мұқият тыңдап, қандай табиғат құбылыстарын естіп тұрғанын айтыңдаршы. Кәне, тыңдап көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Яғни жаңбырдың даусы екен. Келесін тыңдайық. Жарайсыңдар, әрине, найзағайдың даусы екен. Ал келесі табиғат құбылысын тыңдайық. Желдің, өте тамаша, жарайсыңдар. Енді тағы бір қайталап өтейікші. Қандай табиғат құбылыстарының дыбыстарын тыңдадық? Жақсы, жарайсыңдар. Енді әліппе дәптерден тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырмадағы суретке назар аударайық. Күздің түсуімен табиғатта қандай өзгерістер болады? Осы табиғат құбылыстарының қандай ерекшеліктері бар? Келесі екінші тапсырмаға назар аударсақ, күзде болатын табиғи құбылыстарды белгіле. Жапырақтардың түсуі, сарғаю туралы не білесің? Балалар, енді шаршаған боларсыңдар. Мен сендерді бейне материал көруге шақырамын. Ананы қара. Қорықпаңдар. Али, сендерге не болды? О, Биба, әне қарашы, аспанда бір нәрсе дүрсілдеп жатыр. Осы ма? Я, осы. Ол найзағай ғой. Найзағай? Я, найзағай. Найзағай бізге теспей ме? Жоқ, теспейді. Алақай. Найзағай жарқылдаса, жаңбыр жауады. Үйге тез қайтпасаңдар,
жаңбырдың астында қалып қоясыңдар. Қане балалар, үйге қайтыңдар. Жаңбыр басылған соң ойнайсыңдар. Жарайды. Көже қалып қойма. Жаңбыр, рахмет. Хап, хап. Аға, сіз не істеп жүрсіз? Жаңбырдың тамшыларын қағып жүрмін. Дүниедегі ең таза су жаңбырдың тамшысы деп еді ғой атам. Бірақ киімің су болады ғой. Бола берсін, қайда көңілді. Сен де кел. Жоқ, көйлегім былғанады. Сосын найзағайдан қорқамын. Найзағай бізді көрмейді. Бейбіде тиіспейді деп айтып еді ғой. Меніңше найзағайдан қорқудан еш қажеті жоқ. Ой! Қорқақ! Жаңбыр тоқтап қалды. Жаңбыр басылды. Хап, хап. Аға, ананы қара. Ананы қара. Әдемі. Ол не? Ата, қарашы, анау не? Қане, болма. Бұл кемпір қосақ қой балапандарым. Ол не сонда? Ол таң ғажайып сұлу табиғат құбылысы. Жаңбырдан соң күн шыққанда көк жиектен осындай түрлі түске боялған әдемі кемпір қосақты көреміз. Қандай әдемі? Кемпір қосақ керемет екен. Бейне материалда қандай табиғат құбылыстарын көрдік? Дұрыс айтасыңдар, біз кемпір қосақты көрдік. Кемпір қосақ жаз мезгілінде жаңбыр жауғаннан кейін пайда болады екен. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Ерекше болып тұрған суретті тауып қорша, себебін түсіндір. Балалар, бейнематериалдан көрген кемпір қосақтың неше түсі бар екенін білесіңдер ме? Ол үшін төртінші тапсырмадағы кемпір қосақты аяқтап бояймыз. Бүгінгі тапсырмаларды жақсы орындадыңдар балалар. Бүгінгі сабақта табиғат құбылыстарымен таныстыңдар. Ауа таза болу үшін біздер табиғатты қорғауымыз керек. Қоқыстарды кез келген жерге тастауға болмайды. Табиғат біздің анамыз.